мопедті 16-17 жаста өз атыңа қоюға болады ма? Қазіргі таңда мопед механикалық транспорт болып есептеледі, мотоцикл, автомобильдердің қатарында. Сол себепті 16-17 жасында негізі сен мопедті де, мотоциклді де, машинаны да өз атыңа қоя аласың. Бірақ бізде осы 2025 жылы жаздан бастап именно көп сондай ошибка келіп жатыр базада. 16-17 жастағы балдар мопедті, мотоциклді өз атына қоя алмай жатыр. Білмеймін неге. Поэтому 50-50 кейде қойылады, кейде қойылмай қалады. Бірақ оны қоюға асықпа, учетқа 16-17 жасында болсаң. Себебі даже оны учетқа қойсаң да, содан кейін сатайын деген кезде сатылмай қалады. Тек 18 жаста сатылады екен. Балдар солай айтқан, көбі сата алмаймыз, бізге тек 18 жаста сата аламыз деп айтты деп. Поэтому басқа бір адамның мүмкін 18 жаста соның атына қоясың, өзің туыстарын, туысқандарын, сенімді адамның атына қоясың, кімнің жасы 18-де және де одан жоғары. И соған автосақтандыру полисына өзің қосыласың, страховкаға дополнительно өзіңді қосасың.